speaker is the Secretary General of the Baha'i International Community, Dr. David Rutstein. Dr. Rutstein, please, the floor is yours. Good afternoon. Esteemed and beloved religious leaders. Қадірменді де құрметті дін лидерлері, Қазақстан үкіметінің өкілдері және де барлық құрметті спикерлер, қонақтар, аға-інілер және әпке қарындастар. Бүгін осы ақиқатында бірегей болып табылатын форумда сіздерге сөз жолдау мүмкіндігінің барына қуаныштымын. Сөзімді бастамас бұрын Қазақстан үкіметіне дінаралық диалогқа берік ұстанымы үшін де ақиқатында біртұтас әлемді құрудағы діннің рөліне қатысты кең ауқымды көз бағдары үшін де ресми түрде алғыс айтқым келеді. Бұл съезд Қазақстанның ұстанымы мен көз бағдарының көрнекті көрінісі болып табылады. Басқа елдер де осы бағытта әрекет етуге сондай-ақ шабыттанады деп үміттенемін. Бүгін мен Бахаи сенімінің ілімімен терең үндесетін діндер диалогы, болашақ жолындағы синергия тақырыбы бойынша халықаралық Бахаи қауымдастығының бірнеше сауалдары мен ойларын ұсынамын. Алайда діндер диалогы дегеніміз нені білдіреді? Және бұны барған сайын өзара байланысы артып келе жатқан бірақ түсінбеушіліктен жиі бөлінуге ұшырап жататын әлемде максималды әсерге қол жеткізу үшін іс жүзінде қалай қолдануға болады? Бахаи көз бағдары дін аралық диалогқа бастауын кеңесу қағидатынан алатын үмітті де сарамандық тәсілді ұсынады. Бахаи дінінің негізін салушы Бахаула адамзаттың дәулеттілігіне, оның бейбітшілігі мен қауіпсіздігіне қол жеткізу, оның бірлігі берік орнамайынша мүмкін емес деп жариялады. Ал бұл бірлікке диалогтың қасиеті де құрылымды түрі кеңесу арқылы қол жеткізуге болады. Ол әрі қарай былай деп бекіткен: әрбір нәрсенің кемелдік пен жетілгенді күйі бар әрі мәңгі бола бермек. Түсіну қабілетінің жетілгендігі кеңесу арқылы көрініс береді. Конфессияаралық диалогқа үлгі ретінде қызмет ете алатын Бахаи кеңесінің 5 сипаттамасын қарастырайық. Біріншіден, ол фактілерді шындап анықтау. Кеңесу ақиқатты шынайы іздеуден басталады. Бұл пікірталас та, идеялар жарысы да емес. Бұл ұжымдық зерттеу. Қатысушылар жеке көзқарастары мен болжамдарын ысырып қойып, жағдайдың нақтылығын түсінуге тырысады. Дінаралық диалогта бұл біреуді сендіру үшін емес, қайта ұғыну үшін әрбір дәстүрге бой ұсынушылықпен және үйренуге деген шынайы ықыласпен қарау дегенді білдіреді. Екіншіден, ол барлық қатысушыларға және олардың көзқарастарына деген құрмет. Әрбір жанның тәжірибе мен нұрлану арқылы қалыптасқан бірегей көзбағдары бар. Кеңесу ақиқаттың көбінесе әртүрлі идеялардың өзара әрекеттесуінен туындайтынын мойындай отырып, әрбір дауысты құрметтеуді талап етеді. Алайда бұл құрмет пассивті емес, ол белсенді түрде тыңдай алу, ойлампаз қатысу және де әрбір адамның қадір қасиетін растау. Бахаи жазбаларында ақиқаттың жарқыраған ұшқыны әртүрлі пікірлерден қақтығысынан кейін ғана пайда болады деп бекітілген. Нәтижесі көбінесе барлық қатысушылар үшін жаңа нұрлану болып табылады. Үшіншіден, ол барлық идеяларды мұқият тыңдай алу. Тыңдай алу бұл рухани әрекет. Ол шыдамдылықты, ашықтықты және эмпатияны талап етеді. Дінаралық диалогта мұқият тыңдай алу сөздердің өзін ғана емес, олардың артында тұрған рухты да ести алуға мүмкіндік береді. Ол түсіністік өтпелдерін құрып, барлық сенімдерді біріктіретін әділеттілік, жанашырлық пен сүйіспеншілік сияқты ортақ құндылықтарды паш етеді. Төртіншіден, ол өзіне меншікті идеяларға байланып қалмау.
Бахай кеңесуі идея ұсынылғаннан кейін ол жеке адамға емес топқа тиесілі бола бастайды деп үйретеді. Бұл жеке тұлғаның өзі қосқан үлесінен қол үзуді талап етеді. Бұндай қол үзу бәсекелестіктің орнына ынтымақтастықты дамытады. Конфессияаралық диалогта бұл шәлкес пікірлерден бас тартуға дайын болу және ұжымдық даналықтың әңгімені ол пайда болған кезде бағыттауына ерік беру дегенді білдіреді. Бесіншіден, ол ренжітпей сөйлеу, ренжімей тыңдай алу қабілеті. Бұл қағидат өмірлік маңызға ие. Кеңесу сүйіспеншілік пен сыпайылық рухында жүргізілуі керек. Сөздер қатты кету мен тәкаппарлықтан аулақтана, абайлаушылықпен таңдалуы қажет. Дәл сол сияқты өзге пікірді тыңдаушылар келіспеушілік, құрметсіздік білдіру емес екенін түсініп, төзімділік пен мейірімділікті дамытулары қажет. Бұл ақиқат өркендей алатын қауіпсіз кеңістікті қалыптастырады. Осы тақырыпты тереңірек зерттей отырып, мен өзіме сұрақ қойдым. Бұл съездің қаншалықты бірегей де маңызды екеніне қарамастан, біздің әр 3 жылда 2 күнге осында жиналуымыз арқылы бірлесу жолында зор мәнді ілгерілеуге қол жеткізуге, сондай-ақ болашақ жемісті болады деп кепілдік беруге болады ма? Менің ойымша, егер біз дінаралық диалогқа бастауын кеңесу қағидатынан алатын, үмітті де сарамандық тәсілді қабылдайтын болсақ, онда иә деп жауап беруге болады. Жергілікті ұлттық, аймақтық және халықаралық деңгейлердегі діни қауымдастықтар тұрақты да ізетке толы диалогқа қатысатын фактілер объективті түрде дәйектелетін өзгешеліктер алаңдаушылық тудырмай, оның орнына ізденімпаздықпен әрі қадірлеушілікпен зерттелетін әлемді елестетіп көріңіз. Мұндай болашақта дінаралық синергия жай ғана идеал емес, тірі өмір нақтылығы болар еді. Рухани ортақ қағидаттармен және біртұтас көз бағдармен бағыт алып отыратын сенім дәстүрлері адамзатты жоғары дәрежеге көтеру жолында бірлесіп қызмет ететін еді. Діни, этникалық және нәсілдік соқыр нанымдар қабырғалары күйреп, олардың орнын ынтымақтастық пен өзара қолдау желілері басатын болады. Бірліктің нәтижесі ретінде мұндай ықпалдастық әлпештеп өсіріліп, бұл қауымдастықтар ынтымақтасып, кедейлік, климаттың өзгеруі, білім беру және бейбітшілік орнату сияқты орасан зор маңызы бар жаһандық сын-қатерлерді шешуде елеулі ілгерілеуге қол жеткізеді. Бұл утопиялық арман емес. Егер біздің өзара әрекеттесуіміздің мәдениеті барлық әлемдік діндердің негізінде жатқан құрметтеу, үйлесімділік және сүйіспеншілік қағидаттарын қамтып көрсетер болса, онда бұл қолжетімді болашақ. Өткеннің ескірген тәжірибесінің немесе қазіргі саяси айла шарғылардың бізді шайқалтуға жол бермейік. Бахаулланың ұлы конфессияаралық үйлесімдіктің жақтаушысы Абдул-Баханың сөзімен айтар болсақ, егер дін алауыздықтың уәжіне айланар болса, онда онсыз болған артық. Діни лидерлер ретінде барынша жоғары үлгілерді енгізейік. Ғаламшарды шарпыған дүрбелең мен бей-берекеттің де қоғамдарды тұтып жатқан үдемелі материалдық алаңдатпа ықпалдарының да бізді күмәндандыруына жол бермейік. Діннің кеңесу, құрмет және шынайы сүйіспеншілік арқылы бірлік мәңгілік қайнар көзіне айналуын қамтамасыз етейік. Егер солай болатын болса, ол әлемді түрлендіре алады, әрі түрлендіріп отыратын болады. Рахмет. Thank you.